Меня зовут Аман. Менің есімім Аман. 45 лет. 45 жастамын. До болезни я работал. Ауырмай тұрып, ағаш қолөнерімен айналысқанмын. Этому ремеслу меня Бұл шеберлікке ескі достарым үйретті. деревщики. 2017 жылы мен туберкулезге шалдықтым. Несмотря на то, что у меня Дәрілерге төзімді туберкулезбен ауырғаныма қарамастан, маған жаңа дәрілермен емделуді тапсырды. начал принимать самых новых препаратов. Когда я узнал о своем диагнозе, Диагнозымды білгеннен кейін, ең бірінші әйеліме айттым. она мне очень сильно Ол маған қолдау көрсетті. это не страшно. Емделуге болатынын айтты. Дал анализы. Емханада анализ тапсырып, қосымша тексерістерден өткеннен соң, Лечение. стационарлық емдеу басталды. После выписки из больницы Ауруханадан шыққаннан кейін амбулаториялық түрде ем алдым. сейчас я себя чувствую Қазір мен өзімді жақсы на сезінемін. этапе лечения. Очень важна Ем қабылдау поддержка кезінде близких, жақын адамдардың родственников, қолдауы керек. друзей. Это очень помогает Дәрілерді сіңіруге лучше переносить және препараты. үзбей Чтобы ем алуға победить көмектеседі. туберкулез, Туберкулезді жеңу үшін науқас адамның өзі де, дәрігер де, қоғамдық қорлар да бірге атсалысу керек. мой успех Менің выздоровления толық емделуімнің бірден бір себебі осы. туберкулез излечим, потому что сейчас Туберкулез емделеді. развивается Себебі қазір медицина дамып, жаңа дәрілер шығып, быстрее, емделудің оңтайлы әдістері әзірленіп жатыр. а остальное наше Қалғаны өз қолымызда.